Шу, жануар, жетіп қалдық. Малжан аман ба, Абайжан? Аман есен, жақсымыз. Абайжан, өзіңе асыл сөз, алғыр ой тауып айтқан кісі болды ма? Менің Әбдірахман деген балам бар еді. Оны 9 жасында Семейдегі орыс мектебіне оқуға бердім. Оны бітірген соң Петербурға жібердім. Қыс оқып, жаз демалысқа үйге келді. Сұрастырып байқасам, оқуы жақсы көрінеді. Баламның алымдылығын сынап білейін деп ойладым да, бір күні жай әңгімелесіп отырып, қалқам Әбіш, осы әлемдегі жаратылыста ақ зат асыл ма, қара зат асыл ма деп сұраған едім. Ол іркілместен ақ зат асыл ғой деді.